Ассалаумағалейкум ардақты ағайын, қадірменді қазағым. Мына менде баняның іші. Бұл енді мынандай төбеден құйылып тұратын қылып, ыстық су, суық су осылай қылып жасамақшымын. Енді бұрынғы ескі көне дағды бойынша мынаның ішіне міне труба арқылы су келеді. Мына жерде айырып қосқыш орнатылған. Ашамыз мен пешке осылай су келіп тұрған. Өздеріңіз көріп тұрғандай, бұл пештің іші тат басады. Қаншені тазалаймыз дегенмен де шаң болады, қоқыс түседі, өрмекші түседі ішіне. Сосын бұны енді қатты таза болмайды деп есептеп, мен осы пештің ішіне труба орнатып, сол арқылы жылы су алмақшымын. Көрген білгендерімді сіздермен бөліскенді жөн көріп отырмын. Нақтап көрсететін болсам, менің жобам былай міне. Мына міне жер астынан шыққан кәдімгі суық су міне. Суық су. Бұл міне жоғарылап барып міне. Мынаған қосылады. Сонда мен мына жағынан жылы су әкелмекшімін. Мына труба міне суық судан тікелей шығып, жаңағы алдында көрсеткенімдей міне пешке құйылып тұрған міне. Осыған менің жобам мынадан трубаны шығарып, мынаның ішіндегі моржа бар ғой. Қазір мына жағынан көрсетейін. Міне мынау тік кетіп жатқан моржа. Осы моржаға айландырып орап, менде бір 40 метр әкелдім. Соны бір сынақтан өткізіп көрмекпін енді. Тағы керек болса тағы ұзатуға болады шығар. Сосын жаңағы мына жағынан суық сумен кірді ғой. Соны орап келесі екінші басын әкеп мынаған орнатпақшымын. Сонда мынадан кеткен суық су пештің ішін айланып барып, жылы су болып, мынаған қайтадан келетін болады. Сонда мына жерден жылы су, суық су жуынуға алатын боламыз. Мен енді осы 40 метр трубаны орнатып, көріп, сосын нәтижесін сіздермен міндетті түрде бөлісетін боламын. Трубаларды міне қайтадан кесіп жалғадым. Мына трубамыз міне. Мына пештің ішіне суды жіберіп беретін труба. Мынау суық су міне. Мына сырттан келген суық су мынаған құйылып тұрады. Мына пештің ішіне труба жалғанады, сол трубаға жіберіп береді. Ал мынау пештен шыққан ыстық су мына үстіге қарай көтеріледі. Соның трубасы міне мына ортаны осылай тестім. Сосын мына мештің моржасын 60 сантим мөлшерінде өзімнің ыңғайыма жарай кесіп алдым. Пештің іші құрғақ. Қазір трубамыз салып болғаннан кейін су толтыратын боламыз. Енді сыртта трубаны қалай қоюға болады, соны көрсетейін. Осындай бір чарбақ темір жасап шықтым. Сыртқы диаметрі
41,5 42. Ішкі диаметр 12 сантиметр. Мынау сонда трубаға киіледі ғой. Пештің трубасына киіледі. Енді мына пештің трубасынан сыртқы мына су жіберетін трубаның келетін аралығы ортадағы 3 сантиметр. Енді мына сырт жағы 5 сантиметр мөлшерінде. Пештің сыртына дейін. Осы енді шарбақ темірге қазір мына трубаны орайтын болам. Жоғарыда айтып өткенімдей, мына су шыққан сырттан суық су келген труба мынау міне. Мына қосан жарлап тұрған мына су жіберетін труба. Міне осылай. Жаңағы көрсеткен құрылғым. Осының ішіне ақ трубаны орадым, мына шетіне міне тимейтіндей етіп. Мына моржаның сәл қиғаш болуына байланысты сәл былай қарай ауытқып тұр. Негізінде тең ортада тұру керек болған. От жағып бастадық. Мына трубаның кесіндісін әлде толық сенімді болмағандықтан осылай екі жерден қамытпен бекіте салдым. Бүгін міне 15 желтоқсан, өткен күн 14 желтоқсан. Монша жаққан болатығымыз. Қазір қыс мезгілі, күн суық. Бүгін 15 желтоқсан. Жоғарыда бүгінгі ауа райын көрсеттім. Бізде қыс мезгілі басталды. Қыс түсті, күн суытты. Бұл моншаның жөндеу жұмыстары тамыздың 19 күні негізі біткен. Содан бері қарай бұны тәжірибеден өткізейік, қалай болады, күн суытқанда қалай болады. Мына трубаның ішінде 40 метр ғой. Бұған жалпы 8 литр ғана су сақталады екен. Сол есеп бойынша су суық болу керек болған. Соны білейік, көрейік, нақты тәжірибеден өткізейік, суый ма, суымай ма дегендей. Мұны осы қыс мезгілінде қалай болады деген ойлар болғаннан кейін бұны осы толық тәжірибеден өткізіп, бірақ осы YouTube каналдарына салайын. Содан кейін барып көрерменге, оқырманға жіберейін деген ниетім болған. Өткен түні 14 желтоқсан күндіз монша жақтық, қыздырдық. 8 адам жуынып шайындық. Қазір міне 15 желтоқсан таңертең сағат 10 мөлшері. Міне қазір азып көрсетейін. Міне су ағып тұр, міне жып-жылы әлі де жуынуға, шайынуға кетті. Өйткені мынаның ішіндегі су жылулығын әлі сақтап тұр. Өте жылы. Міне қазір енді мұндағы асқан суды, мынаның ішіндегі суды кір жууға пайдаланамыз. Сонымен енді сіздерді осылай жасап көрсеңіздер болады екен. Мынаның ішіндегі бұрын енді осына тат болады, чаң болады. Осыған енді жуынып жүрдік қой. Енді осындай тікелей келіп тұрған таза суға жуынуға енді толық мүмкіндік бар. Жасап алсаңыздар болады. Тәжірибеден өтті. Тағы да айта кететін болсам, мынаның ішіндегі су жылы тұрса болды. Мына трубаның ішіндегі су да жып-жылы болады, ешқандай суып кетпейді. Енді оны біздің енді YouTube каналдағы көрермендеріміз, тыңдармандарымыз енді бұдан артық есеп-қисап көрсетудің қажеті жоқ деп ойлаймын.
істеріңіз ілгері болсын.